Бүгінгі күн сіздермен 7-ші сынып алгебра номер 31-де 13-ші есепті талқылап көрелік. Бірінші есепте 3-тен 1 а минус 2-ден 1 в көбейтілген дәл осы өрнектің қосындысы түрінде берілген екен. Бұл дайын формулаға келеді. Қандай формула? Бізде бар а квадрат минус в квадрат тең а минус в а плюс в-ның көбейтіндісіне. Дәл осы сызына а минус в және а плюс в дайын тұр. Енді а квадрат минус в квадрат деп қысқартылған түрінде жаза қоямыз. Сонда 3-тен 1 а-ның квадраты минус 2-ден 1 в-ның квадраты. Енді жақшаны ашып шығамын. Жай бөлшек болғандықтан дәреже алымына да бөліміне тиісті болады. 3-тің квадраты 9, 1-дің квадраты 1 және а квадрат минус 2-ның квадраты 4, 1-дің квадраты 1 және в квадрат деген формуламен аяқтаймыз. Дәл осылай қалады, әрмен қарап шығарылмайды. Екінші есеп 1,7-4 x квадрат минус z квадрат. Ал екінші өрнектеріңізде 1,5-тен 4 деп жазылған болса, сол жерден қателік кеткен сияқты өткен формулаға келмей қалады. Сол себепті 1-ден 1,7-тен 4 деп жаза кетіңіздер. X-тің 5 дәрежесі минус z-тің квадраты. Қате мұндан. Мен қате көшіріп қойдым. Мұна жерде 5 дәреже екен. Мұна 5 дәреже. Кеттік. Енді формулаға салмас бұрын 1-ден бұрыс бөлшекке айналдырамын. Яғни 1-ді 7-ге көбейтемін де 4-ті қосамын. X-тің 5 дәрежесінің квадраты минус z-тің квадратының квадраты болады екен. Кеттік, 7-ның квадраты 49-ға тең, 11-дің квадраты 121-ге тең. X-тің 10 дәрежесі болады. Дәрежеден дәреже тұрғанда екеуінің көбейтіндісі болады. Минус z-тің 4 дәрежесі. Байқасаңыздар, мұнда бұрыс бөлшек болып қалды. Бұрыс бөлшекті аралас сан түрінде жазып қояйық. Сонда 2 бүтін 49 ішінде 2 рет кездеседі ғой. 2 бүтін 49-дан 2 49 98 болса 23 қалады. 23 x-тің 10 дәреже. Осы жерден қысқартып жіберуге бола ма? 23 пен 49-ды. Әрине қысқарта алмаймыз, себебі 9 болу үшін квадраттау керек. Минус z-тің 4 дәрежесі сол күйінде жазылады. Өрнекті бұрыс бөлшек түрінде қалдырғаннан гөрі, егер оны аралас санға келетін болса, аралас сан түрінде жазғаныңыз дұрыс. Келесі үшінші есеп. Мұнда да сізде жай бөлшек түрінде берілген екен. 3-тен 2 m сосын плюс 4-тен 3 n. Жай ғана формула білсеңіз болды. Әрмен қарап есепті шығару өте оңай. 3-тен 2 m минус дәл осының айырмасы n. Дәл жаңағыдай формулаға бірден саламыз. 3-тен 2 m-ның квадраты минус
4-тен 3 n-нің квадраты тең. Сонда сізде 9-дан 4 m квадрат минус 16-дан 9 n квадрат болады екен. Келесі соңғы есеп, төртінші есеп болсын. Сіздерде m квадрат, 5 дәреже ме? m-нің 6 дәрежесі екен. m-нің 6 дәрежесі минус 2,3-тен 1 n-нің 5 дәрежесі. Бұл жерде не байқадық? Қосылғыштардың орнын ауыстыруымыз керек. Не себепті? Себебі бізде а-ның мәндері бірдей болмай қалды. Айырмаға тиіспейміз, айырма сол күйінше қалады. Тек қана қосылғыштың орнын ауыстырамыз. Айырманың орнын ауыстыра алмаймыз. Сонда m квадратты алдына шығарып, бірінші қосылғыш етіп, ал 2,3-тен 1 n-нің 5 дәрежесін екінші қосылғыш етіп жазсақ болады. Бәрібір қосындының мәні 1 шығарындықтан, енді формула m-нің 6 дәрежесінің квадраты минус жай бөлшек түрінде жазам. 3, себебі араға сан түрінде квадраттай алмаймыз. Ал 2, 3, 6, 7, 3-тен 7 болады. 5 n-нің 5 дәрежесінің квадраты болады. Сонда m-нің 12 дәрежесі минус 9-дан 49 n-нің 10 дәрежесі болады. 9-дан 49-ды жай бөлшек түрінде, аралас сан түрінде айналдыруларыңызға болады.